Сәлем достар, бүгін біз осында ерлерге арналған әдемі кеды тоқып үйренетін боламыз. Өте жеңіл, оңай тоқылады. Қосымша тағы мына жеріне эмблема тоқып көрсететін боламын. Бұл жерде бау менде дайын бау. Бұның орнына өздеріңіз қолдан тоқып алсаңыздар болады. Ол жөнінде менде видео бар, алдыңғы видео. Керек болса описанияға ссылкасын тастап кетемін. Бұл кеды 42-ші размерде, қазір мен 41-ші размердегі кеды тоқып көрсетемін. Бастапқы бөлігі бізде ақ түстен басталады. Кейін қызыл немесе өзіңіз қалаған, ұнатқан түстерден тоқып алсаңыздар болады, бірақ көпшілігі көк, қара және қызыл түске тапсырыс беріп жатады. Бірінші біз ақ жіптен бастаймыз. Бірінші осылайынан шеңбер жасап аламыз. Мынау біздің негізгі жұмыс жібі, мына жіптің басы. Негізгі жіп төмен тұрады, астыңғы бөлікте тұрады осылайынан. Осы жіпті шығарамыз. Осы шеңбердің ішіне 16 столбик с одним накидом тоқуымыз керек. Міне, ол үшін бірінші әр қатардың басында біз 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Воздушная петля. Келесі столбик с одним накидом. Накид ілеміз осылайынан. Шеңберге кіргіземіз. Шеңберден бір петля алып шығамыз. Тағы бір петлямен екі жіпті қосамыз. Екі жіп қалады бізде екі накид. Осы екі накидті біріктіреміз. Міне, бізде екінші столбик с одним накидом шықты. Үшіншісінде дәл солай. Ілеміз. Шеңберге кіріп бір петля алып шығамыз, екі петляны қосамыз, екі петля қалады, оны да қосамыз. Келесі тағы ілеміз, шеңберге кіріп, петля алып шығып, екі петляны соединять етеміз, и тағы қалған екі петляны соединять етеміз. Міне, төртеу болды. Осылайша 16-ға жеткіземіз. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 тоқыдық. Енді мына жіпті тартамыз, біріктіреміз. Міне, тартқан кезде бізде осылайынан жиналады. Енді бірінші жаңағы тоқылған 3 воздушный петлямыз бар ғой, соған соединять етеміз. Ең жоғарғысына үшіншісіне кіреміз. Осы екі петляны соединять етеміз. Міне, бізде осындай шеңбер шықты. Енді екінші қатарды бастаймыз. Екінші қатарды бастау үшін тағы сол 3 воздушный петляны қайталап тоқимыз. 1, 2, 3. Бұл бізде қосымша бір столбик ретінде жүреді, сондықтан бұған біз тиіспейміз, ешқандай өзгеріс болмайды. Ол әр қатарда осылайынан 3 воздушный петля болып тоқылып қалып кете береді. Келесі столбиктің үстіне біз 2 столбик шығарамыз. Яғни олай қалай көрінеді, қазір мен сызып көрсетейін. Яғни бізде бірінші қатарда столбиктар болатын болса, осылайынан 16 столбик, 16-шының біреуі осылай 3 воздушный болатын. Біз воздушныйдың үстіне осылайынан 3 воздушный тоқимыз. Ал бірінші столбикқа біз осылайынан бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимыз. Мына столбикқа да солай жасаймыз. 2 столбик. Сонда әр столбиктің үстіне тағы бір столбиктан тоқып шығамыз. Осындай знак көретін болсаңыз, схемадан тоқылған кезде, бұл столбик с одним накидом болады. Ал егер мына жерде 2 мындай таяқша көретін болсаңыз, ол столбик с 2 накидами. Ал егер 3 көретін болсаңыз, ол столбик с 3 накидами. Скриндап алсаңыздар болады осыны. Міне бізде екінші қатарды қазір тоқып бастаймыз. Міне кеттік. 3 воздушныйды біз тоқып қойған болатынбыз. Енді бірінші столбикке кіріп, сол жерден 2 с одним накидом столбик тоқимыз. Міне тоқыдық. Келесі петлямызға кіре отырып, тағы солайынан 2 столбик тоқимыз.
келесіне де дәл солай. Сонда бізде бірінші қатарда 16 болатын болса, екінші қатарда бізде 31 болады. Өйткені біз 15 петляны 2-ге көбейтіп 30 жасадық, ал воздушный 1 есебінде қалады. Сонымен 31 столбик шығу керек. Қатарды біткен соң міндетті түрде санап шығуымыз керек. Әр қатардың соңында қанша шыққанын міндетті түрде санауымыз керек. Сол кезде барлық біздің тоқымамыз ойлағанымыздағындай шығады. Кез келген жерде біз петляны қалдырып кетуіміз мүмкін, ұмытып, жаңылысып, тоқымай кетуіміз мүмкін, болмаса артығымен тоқып жіберуіміз мүмкін. Ол кезде уже бір қатардың өзі бір ошибка барлық біздің бұйымымызға кедергі жасайды. Сондықтан әр қатардың соңында ерінбей бір санап алғаныңыз дұрыс. Міне аяқталды. Мен бір санап шығам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Міне менде түгел. Енді воздушный петляның ең жоғарғысына кіріп, екеуін біріктіремін. Міне менде шеңбер үлкейді. Екінші қатардан кейін. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Үшінші қатарда шамалы өзгешелеу болады. Үш воздушныйдың үстіне үш воздушный тоқимыз. Мына бізде бірінші қатар болатын болса, мына екінші қатар. Мына бізде үшінші қатар. Үш воздушныйдың үстіне үш воздушный тоқимыз. Келесі столбикқа біз бір столбик, ал жанында тұрған оның парасына екі столбик үстіне тоқимыз. Міне бізде мына шыққан столбиктің үстіне біреу тоқылған болса, мына екінші столбигімізға екі столбик шығады. Мына жерде де солай. Осылайынан қайталанады бұл. Бір столбик, мына екінші столбиктің үстіне екі столбик. Мына столбиктің үстіне біреу, мынаған екеу. Осылайынан қайталанады. Яғни бізде осылайынан екінші қатарда тоқылған үстіне біреуіне біреу, екіншісіне екеу. Осылайынан тоқимыз. Сол кезде бізде столбик саны жартыға көбейеді. Яғни бұл жерде қазір бізде 31 болатын болса, оған тағы 15 қосамыз. Сол кезде бізде 46 шығу керек. Міне бастаймыз. 3 воздушный тоқыдық. Келесіне без сәйнем накидом, то есть екіншісіне тағы екеуін тоқимыз столбиктің. Біреу, екеу. Мұнда біреу, келесіне екеуін тоқимыз. Міне екеу. Міне өздеріңіз ашып байқап қарайтын болсаңыздар, міне менде мұнда біреу болса, одан кейін екеу тоқылды. Кейін біреу, екеу, біреу, мына петлядан екеу. Енді біреуін тоқимын. Осылайша қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Міне соңғысын тоқыдым. Енді біріктірем. Ең жоғарғы воздушный петляға кіргізе отырып біріктіремін. Келесі қатар еш өзгеріссіз 46 столбиктің үстіне 46 столбик сәйнем накидом тоқып шығам, болды. 3 воздушный петляны ұмытпаймыз. Келесі столбик. Осылайынан әр столбиктің үстіне бір столбиктен жүріп тоқып шығамыз. Міне төртінші қатарды аяқтап қалдым. Бұл жерде де санап аламыз. Мен санадым. 46 шықты. Бірінші воздушный петляға кіріп соединить етеміз. Бұл жерде уже төртінші қатар біткеннен кейін бесінші қатар бізде қызыл жіптен басталады. Сондықтан ақты біткеннен кейін төртінші қатарда сразу қызыл жіппен біріктіреміз төртінші қатарда. Міне екеуіне кіріп тұрған кезде қызыл жіпті ілеміз осылайынан. Сөйтіп осы қызыл жіпті екі петлядан алып шығамыз. Ақ жіпті тартамыз. Ақ жіппен қызыл жіпті байлап, жаңа ақ жіпті уже осы жерде
кесіп тастасақ болады, өйткені бізге ақ жіп енді қажет емес. Енді қызыл жіппен 5-ші қатарды тоқимын. Опять-таки сол 3 воздушный петляны тоқимын да. Мына жерде қанша 46 столбик бар ма, соның үстінен тоқып шығамын қызылмен. Ешқандай өзгеріссіз, әр столбиктің үстінен бір столбиктан. Осылайынан қызыл жіппен мен тағы 8 қатар тоқимын. Еш өзгеріссіз, әр қатарымыз бізде 46 болу керек. Міне, 5-ші қатарды бітіп қалдым. Біткеннен кейін санап шығамын. Мына жерде 46 шықты ма менде? Шықса біріктіреміз. Міне, бірінші жоғарыда тұрған петляға біріктіремін. Осылайша. Енді дәл осындай өзгеріссіз 46 столбиктан мына жерде мен біреуін тоқып қойдым. Енді 7 столбик тоқып шығамын. 7 қатар, то есть 7 қатар тоқып шығамын. Міне 8-ші қатарды аяқтап қалдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соңғы столбиктарын тоқып біріктіремін. Міне біріктіріп, осы жерден мен уже қатарды аяқтаймын. Осылайынан жіпті кесіп алып, қырқып алып, то есть бекітіп тастаймын. Міне, менде міне басы ғана шықты. Енді мына жаңағы біз бекіткен жерді ортасына қоя отырып, осылайынан 2-ге бүктейміз. Келесі бізде уже тілге орын қалдырып, екі жанын тоқып шығатын боламыз. Ортасынан бастап солға және оңға қарай 4 петлядан общий 8 петля қалдырамыз. Бұл 8 петля біздің тілімізге қалады, тілдің орны болып қалады. Сол жақтан бастаймыз. Міне қызыл жіпті осылайынан бір петляға кіргізгеннен кейін қызыл жіпті крючокқа іліп, оны осы жерден шығарамыз. Жаңағы ұшын осылайынан кіргізіп басып ұстап тұрап, соны қазір біз жаңағы нелердің арасына тоқып жіберетін боламыз. Бұл жерде 3 емес 4 петля набирать етеміз, өйткені 3 воздушный петлямыз біздің бір столбик есебінде кетеді, ал 4-ші воздушный петля ретінде кетеді. Бұл жерде біз уже жаңағы бауға орын қалдыра бастаймыз бір воздушный петля арқылы. Және біз қалдырған сайын, әр қатар сайын 2 столбикқа көбейіп отырады. 6 орын қалдырамыз бауға. 6 орнымыз бізде екі жақтан қалғанда 12 болады. Сонда 12 столбик қосылады соң жағында. Мұнда бізде 46 плюс еще 12, сонымен 53 болады соңында. Әр қатарды санай отырып жасаймыз міндетті түрде. Қазір немен көрсетейін, схемамен. Біз мына жерде 8 петля қалдырдық. Тілге арнап 3, 6. Мұнда біз воздушный петля на 8 бізде тілдікі. Воздушный петля 3-ін для подъема тоқыдық та, 1-ін воздушный шар етіп жаңағы бауымызға қалдырдық. Келесі мына жерге столбик кәдімгідей тоқып кете береміз. Айналып, мына 8 қалған жерге дейін, мына жерде соңғы столбикті тоқимыз да, мына жерге воздушный петля жіберіп, мына жерге тағы бір столбик тоқимыз. Сол кезде бізде соңында және басында осындай орын қалады. Міне, енді іш жүзінде көрсетейін. Келесі столбикқа осылайынан накид іліп тоқимыз. Міне, уже байқалып тұрады оның орны осылайынан.
осыны тоқып келіп, мына жерде 8 петля қалғанша тоқимыз осылайынан. Жаңағы бізде 8-ші қатар біріктірілген жерде біз жіпті қиып тастадық, сол кезде осындай бізде жіп қалған болады. Оны біз қазір жаңағы петлялардың арасына кіріктіріп жібереміз. Міне, мына жерге келген кезде осыған кіріп, жіпті крючоктың үстіне қоямыз. Біздегі мешать етіп тұрған жіпті осы крючоктың үстіне қоя отырып, оны тоқып арасына кіргізіп жібереміз. Сол кезде білінбей кетеді. Осы жіп біткенше солайынан тоқып жібереміз. Екінші петляның ішіне кіріп кетті. Осылайынан міне. Бізде уже жоқ. Мұнда да солайынан уже міне. Бастапқы кезде артық жіп қалды ғой бізде. Оны мен осылайынан арасына тоқып көрсетпей жібердім. Сол кезде іші де аккуратно көрінетін болады. Қазір мына жерде менде 10 петля қалғанша тоқи беремін. Міне менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоқылмаған 10 петля қалды. Қазір біреуін тоқып жіберейін. Міне 9 петля қалған кезде мына жерде мен воздушный бір петля тоқып жіберемін, міне. И келесі столбикті тоқимын. Сол кезде бізде мынандай отверстие қалады. Бұл бауға арналған. Ал мына жерде 8 тоқылмаған петля қалды. Бұл тілге. Келесі екінші қатары 3 воздушный петля аламыз бір столбиктің орнына. Келесі мына отверстиямызға біздің баудың орнына бір столбик қосамыз. Ары қарай столбик бойынша жалғастырып кете береміз. Сонда бізге қазір бір столбик қосылып тұр, соң жағынан. Бас жағынан да тағы бір столбик қосамыз. Сол кезде мұнда біз қазір 46 еді. Біз одан 8 петляны тоқымай алып тастадық. Сол кезде бізде 38 петля қазір тоқылып жатыр. 38. 6 қатар 2 петлядан, 2 столбиктан қосып отырамыз. Сол кезде 12 петля общий қосады екенбіз. Сол кезде соңында бізде мына жерде 50 петля шығады. Соңында 50 петля шығу керек бізде. Қазір мысалы екінші қатарда мына жерге біз мына жерден тоқтадық қой. Сонымен екінші қатарды осы жерден бастадық. Мына жерде бірінші қатар, мына екінші қатар. 3 воздушный тоқыдық. Мына воздушный петляның орнына бір столбик қостық. Ары қарай жалғастырып кете бердік. Енді айналып келіп, мына воздушный петляның үстіне тағы бір столбик қосамыз. Сол кезде басынан және соңынан бір столбик қосылып, қатарымыз көбейеді. Столбигіміз көбейеді. Қазір 38 болған болса бірінші қатарда, бізде қазір 40 болу керек. Қатардың соңында тағы бір санап алуды ұмытпауымыз керек. Міне воздушный петля тұрған жерге бір столбик қосамын. И воздушный петляға да бір столбик тоқимын. Міне осылайынан болады. Воздушный үстіне столбик тоқыдым. И соңғы столбикті осылайынан аяқтаймын. Міне үшінші қатарға көтерілеміз. Бұл жерде қайтадан бірінші қатардың жұмысын қайталаймыз. Яғни бірінші 4 воздушный петля тоқимыз. 3, 4. Ары қарай столбиктарды тоқып кете береміз. Яғни бірінші қатарда біз мысалы воздушный қоссақ, екінші қатарда оны көбейтеміз столбикпен. Үшінші қатарда қайта біз воздушный қосамыз. Үшінші қатарда. Төртінші қатарда біз бұның үстіне тағы столбик тоқитын боламыз.
бесінші қатарда қайтып воздушный қосамыз. Алтыншы қатарда оны көбейтеміз. Дәл осылайынан қайталанып, мұндай баудың 6 орны шыққанша осылайынан тоқып шығамыз. Бауға 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар. Енді мына жерде общийменде 50 болды. Санап шықтым, 50 болды. Мына жерде размерін үлкейту үшін 2 қатар қосымша тоқып жіберсек болады. Егер біз 43-44 размерге тоқитын болсақ, мына жерге 2 қатар қосып жібереміз. Ал егер 40-41 болатын болса, бір ғана қатар қосамыз. Бір қатар еш өзгеріссіз, воздушная петлясыз 50 столбиктің үстіне 50 столбик тоқып шығамыз. Маған керек размер 41 болғандықтан мен бір ғана қатар қосып тоқып шықтым. Енді өкше шығарамыз. Өкшені біз былай шығарамыз. Бірінші жалпы петля санын біліп алуымыз керек. 50 ол бізде. 50. Өкше шығару үшін бізде 5 петля жұмысшы болып есептелінеді. Оны біз алып тастаймыз. 45. Өкше ортадан шығатын болғандықтан, екіге бөлеміз. Яғни 45-ті бөлеміз екіге. Бізде бір жағына 22, ал екіншісі 23 болады. Яғни бізде мысалы тоқып бір жағынан 22-ні тоқимыз. 22-ні тоқып болғаннан кейін бізде 5 петля шығады. Ортадағы 5 рабочий петля. Соларды біз біріктіретін боламыз. 22-сін тоқимыз. Одан кейін мына 2 столбикті біріктіреміз. Ортадағы столбик бізде өзгеріссіз қалады. Кейінгі 4-ші мен 5-ші столбикті тағы біріктіреміз. Мынандай белгі көретін болсаңыздар, егер схемадан ол біріктіру деген сөз, яғни мына жерде сызықшасына қарайсыздар. Егер бір сызықша болатын болса, яғни ол с одним накидом столбикті біріктіреміз. Ал егер екі сызық болатын болса, ол кезде уже двумя накидами болады. Осы біріктіріп болғаннан кейін, мына жаққа 23 петля тоқып кетеміз. Сонымен біздің қатарымыз, бірінші қатарымыз аяқталады. Екінші қатарда бізде екі жағынан кемейді. Яғни мына жерде 22 болатын болған болса, бұл жерде 21, ал мұнда 22 болады. И ортасына жеткен кезде біз екі шетінен бір-бір жаңағы столбиктен қосамыз. Өйткені біз мына столбик пен мына столбикті біріктіреміз. Ортадағы өзгеріссіз қалады. Мына столбик пен мына столбикті біріктіреміз. Бұл бізде екінші қатар. Үшінші қатарда да дәл солайынан 20 болып кемейді. Мына жерде 21. Жанынан тағы бір петлялар қосамыз. Солайынан біз үшінші қатарды осылайынан біріктіреміз. Осылайынан 5 қатар тоқимыз. 5 қатар болғанша тоқимыз. 5 қатарда бізде 10 столбикке қысқарады. Енді көрсетейін соны. Бірінші бізде 22 столбик тоқимын. Бір, екі, міне мен 22-шін тоқып жатырмын. Міне орта тұсқа келдім. Енді мен біріктіремін. 2 столбикті біріктіріп, бір столбик жасаймын. Міне, оны қалай жасаймыз? Столбикке кіргеннен кейін петля шығарам. 3 петля болған кезде 2 петляны қосамыз, біріктіреміз. Крючокта 2 петля қалады. Осы крючокта 2 петля қалған кезде тағы бір накид іліп, келесі столбикқа кіргіземіз. Осы столбиктан петля алып, 2 петляны біріктіреміз. 3 петля шығады. 3 петлядан
бір петля шығарып алып біріктіреміз. Міне сол кезде біздің екі столбигіміз бір столбикқа айналды. Осылайынан біріктіреміз. Келесі өзгеріссіз қалады. Ол бізде ортада тұрған столбик өзгеріссіз қалады. Енді тағы 4-ші мен 5-ші столбикті біріктіреміз. Міне екі петля қалғанша крючокта тоқимыз. Кейін накид іліп, келесі столбикқа кіріп, 3 петля қалған кезде үшеуін бірге біріктіріп жіберем. Сол кезде міне екеуі бірікті, ортада өзгеріссіз қалды, екеуі бірікті. Ары қарай қалғанын тоқып кетемін. Мен 23-шіні тоқып жатырмын. Міне бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатарда біз мына жерде 23 тоққан болатын болсақ, енді ол біреуге келмейді де 22 тоқимыз. 22 столбик тоқимыз. Міне 22-сін тоқып, ортаңғы бөлікке жеттім. Енді менде мына жерде біріккен екеуі тұр, жанында бір столбик тұр. Осы екеуін мен біріктіремін енді. Алдың қатарда біріккен екі столбикпен, мына бос бір столбикте екеуін біріктіремін. 2 петля қалдырамын, накид ілемін. Келесі столбиктен алып, 3 петля қалған кезде біріктіремін. Біреуін сол күйінде тоқимын, ортада тұрған жіпті, столбикті. Келесі алдың қатарда біріккен столбикті тоқып, оны аяқтамай жатып келесі столбикқа еніп, 3 петля қалған кезде біріктіремін. Мына жерде бізде алдың қатарда 22 болды, енді 21 болады. 21 столбикті тоқып, қатарды аяқтаймын. Осылайша 5 қатар тоқимын. Мен уже 2 қатар тоқыдым. Енді дәл осындай әдіспен 3 қатар тоқып шығамын. Мен 5 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 қатар. Енді біздің кедейдайын біріктіреміз. Одан кейін барып мына жерге тіл тоқып, кейін жүріп шығамыз да эмблемасын тоқып, мына жерге тігеміз. Міне қазір біріктіруді көрсетейін. Мысалы, мынау слетымыз тұрса, біз оны теріс қаратамыз осылайынан. Міне осылайынан. Енді мұндағы бірінші воздушныйды аламын. Мына жақтағы бірінші петляны аламын. Екеуінен бір петля шығарамын. Ол петляны бастапқы петляға ішінен қосып шығарып жіберемін. Келесі екінші петляны аламын. Мына жерден де солай жасаймын. Екінші петляларды қосамын. Келесі үшінші петляларды қосамын. Төртінші петля. Бесінші петля. Алтыншы петлялар. Осылайынан соңына дейін қосып шығамын. Соңғы петлялар. Қостым. 2 петля ажырап кетпес үшін 2 петля тоқып, осы жерден аяқтаймыз. Міне бізде осындай шығады. Енді мына жерге тілін қалай тоқитын көрсетемін. Міне тіл тоқу үшін бізде мына жерде 8 петля қалдырған болатынбыз. Біз бірақ мына тоқылған петлядан бастаймыз. Осы жерге крючокты кіргізіп, осы жерден столбик с одним накидом тоқимыз. Воздушная петля бірінші для подъема. 1, 2, 3 воздушная петля. Келесі столбик с одним накидом. Барлық петляға осындай столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Сол кезде міне бізде
8 орын қалдырған болатын болсақ, екі жағынан біз тоқылған петляларға да кіріп, олардан да бір-бір столбик аламыз. Сол кезде бізде общий 10 болады. Міне қазір қалдырған столбиктардың үстінен тоқып келе жатырмын. Міне жаңа біздікі тоқылып қойған петляның үстінен тағы біреуін тоқимын. Сол кезде бізде 3, 6, 9, 10. 10 столбик шықты. Енді осы 10 столбиктің үстіне мен без накиді 10 столбик тоқып шығамын. Без накиді. Без накиді бізде накид, осылайынан накид ілмейміз. Тек петляға кіріп, екі петля шыққан кезде біріктіреміз. Петляға кіреміз, екі петля біріктіреміз. Осылайынан 10 петля тоқимыз. Бізде бұл жерде бір қатар садним накиді, бір қатар без накиді болып тоқылады. Осы кезектесіп отырады екеуі. Келесі қатар, үшінші қатар садним столбика тоқимыз, бірақ бас жағында және соң жағында екі столбик қосамыз. Қазір көрсетейін. Міне бізде мысалға 10 столбик болып шықты. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Үстінен біз жай ғана без накиді 10 столбик жүріп шықтық. Бұл екінші қатар болды бізде. Бір, екінші қатар, үшінші қатар бізде бірінші жаңағы столбиктан екі садним накидым столбик шығарамыз. Көбейтеміз яғни. Қалғандарынан біреуден бастапқы және соңғы столбиктарды көбейтеміз. Сол кезде бізде 10 емес 12 шығады. Яғни бізде тіліміз тіп-тіке болмайды, а шамалы осылай наклон болады, қиғаштау болады. Сондықтан біз оны әр қатар сайын көтеріп отыратын боламыз. Бізде бұл үшінші қатар. 12 столбик шығу керек. Накид шығу керек. Міне бірінші столбикті бірінші петлядан 2 столбик шығардым. Енді келесі көбейтпей тоқып кете беремін. Үш, 6, 9, 12. Міне 12 столбик шықты. Келесі төртінші қатар менде жай ғана без накиді жүріп шығамын. 12 без накиді жүріп шығамын. Көбейтпеймін, азайтпаймын. Жаңағы 12-міздің үстінен 12 без накиді тоқып шығамын. Бұл неге без накиді тоқылады? Тіл шамалы өз-өзін бойын ұстап тұру үшін тоқылады. Ал біз садним столбикам тоқсақ бостау болады ғой. Сондықтан біз арасына осылайынан без накиді қосып отырамыз. Міне, үшінші қатарда бітті. Төртінші қатарда да дәл солайынан қайталаймыз. Жаңа біз төртінші қатарды бітірдік қой. Жаңағы без накиді тоқып, осылайынан 12-сін тоқып шықтық. Келесі қатар бізде бесінші қатар. Дәл үшінші қатардың жұмысын қайталаймыз. Яғни бірінші петляны екіге көбейтеміз. Қалғаны дәл сол күйінде қалады. Соңғысын екіге көбейтеміз.
дәл осылайынан 6-шы қатарда без накида тоқып, ол кезде бізде уже 14 болады. 20 болғанша осылайынан осы әдіспен тоқимыз. 20 петля болу керек. Міне 20 менде столбик шықты. 20 столбик шықты. Одан кейін мен без накида бір қатар жүріп шықтым. Енді көбейтпестен 20 столбик тоқып шығамын. Көбейтпеймін. Қалай 20 болып аяқталды бізде? Сол 20-ны үстіне тағы ұзарту мақсатында тоқып шығамын. Мен 20-сын тоқыдым. Енді келесі соңғы қатар менде енді қысқарту болады. Мысалы бізде 20 болды ғой, мына жерде 20 деп елестетейік мысалға. 20 столбик тоқыдым. Енді соның соңынан және басынан 2 столбик қысқартамын. Қалғанын тоқып шығамын. Бір-бірден әрқайсысына. Сол кезде 20-мыз бізде 18 болып қысқарады. Міне, бірінші екеуін қысқартамын. Қысқартқанда бізде 3 воздушныйдың орнына 2 воздушный тоқимыз, болды. Қатардың басына солайынан қысқарады. Ал соң жағына келгенде, жаңа біз өкше шығарған кезде қысқартқандағындай етіп қысқартамыз. Міне соңғы екеуін 19-шы столбигімді аяқтамай жатып 20-шыға кіріп, үшеу қалған кезде біріктіремін. Міне тіліміз дайын. Егер мына ұзындық сізге ұнамай жатса, тағы қатар тоқып жіберсеңіз болады. Мына жерде біз қосымша бір қатар тоқыдық қой. Соның орнына бір емес, 2, одан да ұзын керек болатын болса 3 қатар тоқсаңыз болады. Енді келесі бізде өздеріңіз байқасаңыздар, менде бос жатыр да, мынау шеттері келген кезде де ол түсіп қалуы мүмкін аяқтан. Сондықтан біз барлығын тартып, қалпын дұрыс ұстау мақсатында біз айналдыра, мына жерден бастап айналдыра бір қатар без накида жүріп шығамыз. Осылайынан жан жағын айнала келіп бастаған жерімізден тоқтап бітіреміз. Міне, бірінші бір воздушный петля, келесі тоқып кете береміз. Без накида, ешқандай крючокқа осылайынан накид ілмейміз. Без накида барлығын жүріп тоқып шығамыз. Тілдің үстімен жүріп шыққан кезде бізде ешқандай қиындық туындамайды. Әр петляға сол жаңағы без накидамызды тоқып кете береміз. Ал жанына келген кезде бізде ондай қатар жоқ, петля жоқ, сол кезде қиындық туындайды. Бірақ аса қиын деп те айта алмаймын. Қазір көрсетемін қалай ол
жүзеге асатын. Міне бұл жерде еш қиындық жоқ. Әр қатарға бір без накидадан тоқып кете бересіз. Тек бұл жерде біздің тоқып жатқанымыз деп тартылып қалмау керек. Соны ғана қадағалап отырсаңыз болды. Ал тартылып келе жатқан болса, ол кезде әр қатарға бір петляны жиілетесіз. Яғни мына жерде қатарда көрінбейді ғой, өйткені бізде біресе столбиком болды, біресе без накидан болды, біресе без накида болды. Сондықтан бұл жерде қатарда көрінбейді. Шындап келгенде өзіңіз жобалап бос орындарға кіргізе отырып, осылайынан жүріп шығасыз. Обводка деп айтамыз ғой. Сол міне. Бұл біздің носкиіміздің аяқтан шешіліп кетпеу үшін тоқылады. Мына жаңағы уылға, бұрышқа келген кезде біз мына бос тұрған жоқ, бұл негізінде екі столбик тоқылып тұр ғой, біреуі жаңағы еніне кеткен, тіліне кеткен. Сол жерге тағы бір петля тоқып жіберсеңіз әдемі көрінеді. Енді мына бізге бау қалған орынға бір емес, екі петлядан тоқимыз. Міне сол кезде ол ашылады. Жаңағы бау кіргізгенде оңай кіреді. Келесі екі бау кіретін ортасына біз бір ғана петля тоқимыз. Келесі бау кіретін орынға екі накид, екі столбик, то есть ортасына бір, жаңағы бау кіретін жерге екі, ортасына бір, бау кіретін жерге екі. Бір, екі. Бір, екі, үш, төрт, бес, алтыншы ең соңғысына тоқимыз қазір. Қалған жерін жаңағындай әр қатарға бір накидтан тоқып шығамыз. Жаңағындай жинала бастаса, тартыла бастаса, ол кезде араларын жиілетесіз. Столбиктардың араларын жиілетеміз. Осылайынан барлығын жүріп шығамыз. Міне, бастапқы жерге келдім, бекітемін. Бекітіп болған соң жіпті осылайынан көрінбейтін етіп кіргізіп жасырып жіберемін. Міне, осылайынан жіп таусылғанша міне дайын. Бізге енді керегі бау мен эмблема. Менде баудың уже видеосы бар каналымда. 3 жіптік бауды қолдансаңыздар болады. Жаңағы описанияға сілтемесін қалдырамын. Баудың эмблеманы қазір тоқып үйренетін боламыз. Эмблеманы тоқу үшін бізге ақ жіп керек болады. Бірінші біз 5 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Біріктіреміз. Біріктіріп 6, 5 накида тоқимыз. Біреу воздушный болады бізде. 1 5 накида. 1 воздушный тоқыдым. Енді 5 накида. 1, 2 болып кетеді воздушныйды қосқанда. 2, 3, 4, 5, 6. Енді біріктіремін. Бірінші жаңағы воздушныйымызбен біріктіреміз.
келесі біз каждый петляның үстіне 2 петлядан тоқимыз. Әр петляның үстіне 2-ден тоққанда бізде 6 петлямыз 12 болады. Міне 12 болды. Бұны да біріктіреміз екінші қатарымызды. Үшінші қатар бізде бір петляны көбейтеміз, ал бір петлямыз өзгеріссіз қалады. Яғни 12 петлямыз 18 болады. Екеу, біреу. Мына петлядан екеу шығарамын. Мына петлядан біреу шығарамын. Біреу, бір, екі. Бір, екі. Міне келесі төртінші қатар бізде өзгеріссіз қалады. Сол 18 петлямыздың үстіне 18 столбик тоқып шығамыз. Яғни бізде жаңағы кедейіміздің ақпен тоққан бастапқы жер бар ғой, соны қайталаймыз. Тек бұл жерде бізде 16 болатын болса, бізде мына жерде 6 ғана. Еш өзгеріссіз тоқып шығамыз осылайынан. Міне, тоқып біріктіріп қойдым. Енді біз осымен эмблемамызды аяқтаймыз. Бұл жерде жіпті артықтау етіп аламыз, өйткені біз бұны жаңағы кедейімізға тігетін боламыз. Міне, осыншалықты артық жіп алсақ жетеді. Енді крючокты алып тастап отырып, бізге бұл жерде біз қажет болады. Біз мына следыйдың жанына эмблемамызды орналастыратын боламыз. Міне, осылайынан ортасына туралап, мына біздің 6-шы бауға арналған орнымызға осылайынан жобалап алып, шамалы жоғарылақ осылайынан біріктіреміз. Шетімен осылайынан тігіп жүріп шығамыз. Артына да қарап, аккуратно болу үшін, әдемі көріну үшін, артын ішкі бөлігінен де әдемі көрініп отыру үшін кішкене етіп алып тігеміз. Осылайынан барлығын ажыппен жүріп шығамыз. Міне, мен эмблемамды қондырдым. Енді қара жіппен үстіне бір жұлдызша салатын боламын. Жоғарғы жақтан бастаймыз қара жіптен. Ортасына қарай кіріп, жұлдыздың суретін салатын боламыз. Міне осылайынан жұлдызша шықты менде.
Енді мына жақтан бекітетін боламын. Бастапқы бізде қалған жіптің ұшын екеуін байлаймын. Екі қайтара. Артық жіптерді қырқып тастаймын. Міне, біздің кедейіміз дайын. Дәл осылай екінші барын тоқимыз да бау саламыз. Дайын бау салсақ та болады. Или болмаса жіптен тоқып алсақ болады. Міне кедейіміз дайын. Енді дайын бау немесе бауды өзіміз тоқып алып, тағып кие берсек болады. Егер видео сабағым ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айдана Сапарбек.